Әлемдегі бірегей трансшекаралық ыстық өзен Атырау-Самара магистральды мұнай құбыры міне дәл осы өзен бас мұнай айдау станциясынан басталады. Дәл осы жерден өзен, Қаражанбас, Қаламқас және Жетібай мұнайы экспортқа және ішкі нарыққа жөнелтіледі. Жарты ғасырдан астам тарихы бар өзен бас мұнай айдау станциясының жұмысы күнделікті қауырт. Жылына станция 15 миллион тоннадай мұнайды ішкі және сыртқы нарыққа жөнелтіп отырады. Күнделікті мұнда мұнайды қабылдау, сақтау, тасымалдау процестері үздіксіз атқарылады. Қара алтын 160 мың текше метр сұйық қойма паркінде сақталады. Магистральды сорап пен сүйемелдеу станциялары тағы бар. Өзен станциясының өзгелерден ерекшелігі жоғары парафинді мұнайды тасымалдауында. Бұл дегеніміз плюс 32 градусқа қатып қалатын мұнай. Келген мұнайды ары қарай тасымалдау үшін оны қыздыру керек. Бұл үлкен қырағылықты талап ететін күрделі технологиялық процесс дейді 25 жылдық еңбек өтілі бар технологиялық қондырғылар операторы Мамабек Туешиев. Келгенде температура картаға сәйкес 35 температуралықпен келеді. Біздер общий 42 градус температурамен шығарамыз. Қазір сыртта общий 5 пеш бар. 5 пештің қабылдау пеші, екеуі Атырауға айдау бағытына пеш. Мынау қазір бізде жұмыс жасап тұрған БТП-10 пеші. Қазір бізге 35 градус температурамен келіп жатыр Жетібай бағытынан. Біз қазір пешпен айналдырып 42 градус температурамен шығарып жатырмыз. Мұнай сақтау паркіне жібереміз осына. Біздің міндетіміз қазір осында пештің кіріс шығысын давлениесін қарап отырамыз. Сол сәйкестендіріп, сосын пешке мұнайдың кіруінің давлениесін бақылап отырамыз, сосын температура бақылаймыз. Мына жақтан осында пештің оты дейтін равномерно өзі дұрыс жану үшін осынан сәйкестендіріп воздух процент беріп тұрамыз. Осынан да бақылаймыз пешті. Станция салынған уақыттан бастап көптеген жаңарту процестерін бастан өткерген. Бүгінгі күні мұнда қызметкерлер SCADA жүйесімен жұмыс істейді. Барлық технологиялық процесті мұнда қызметкерлер монитор арқылы ғана бақылайды. Біздерге қазіргі сәтте маңғышлақ мұнайы келіп отыр, Жетібайдан келіп отыр, Жетібай станциясынан маңғышлақ мұнайын қабылдап отырық. Маңғышлақ мұнайын қабылдап болғаннан кейін оны тасымалдауға жібереміз. Сол сәтте қазір бізде партия маңғышлақ болып отыр. Объемы 4048 тонна. Станциямызда жаңа дәуір технологиялар қолданып, солар іске асырылып жатыр кезең-кезеңімен. Осы соңғы бір 2 жылдың ішінде технологиялық құбырларымызды жаңарттық, мұнай қоздыру бекетінің ішіндегі, және де жаңа магистралдық сорап станциясы салынды. Қазіргі таңда электрмен қамту жүйесі жаңартылып жатыр. Сонымен қатар номері 17-ші тік болат сұйық қоймамызды да бұзып қайта құру жұмыстары жүргізіп жатыр. Және де желілік құбырымызда транкингтік байланыстың жаңарту, күшейту жұмыстары жүргізіп жатыр. Өзен Атырау-Самара бірегей ыстық мұнай құбыры басталатын өзен бас мұнай айдау станциясы мұнай тасымалдау жүйесіндегі маңызды буын болып табылады. Бастапқы нүктенің үздіксіз жұмыс жасау үшін осындағы 100-ден аса қызметкер аянбай еңбек етіп жүрген сөзсіз. Меруерт Палмахан, Мұрат Уақбаев, өзен бас мұнай айдау станциясынан.